Осыдан 3 күн бұрын күйеуім үйге мас болып келді. Қолында сыра салған пакеті бар. Үйге келген соң да отырып алып соны ішумен болды. Бұрын мұндай әдеті жоқ еді. Ішіп келсе жатып қалатын. Бұл жолы маған көзқарасы да, іс-әрекеті де басқаша. Мені де қасына шақырып отырғызып алды. Не болып қалды екен деп мен отырмын. Не айтарымды білмей, сөз болсын деп, не тойлап келдің? Жағдайларың жақсы ғой? Бала оянып кетпесін деп сандырақтаған болдым. Бір кезде ол әңгімесін бастады. Ұзақ айтқан сөздерінің қысқасы, мен сенімен бәрібір ажырасамын. Қазір-ақ бәрін қоя салайын десем, анама сөз бергем, сол үшін ғана жүрмін дегенге сайды. Бұдан басқа да өткен-кеткен реніштерімізге, арамызда болған жайларға қатысты біраз сөз айтты. Уақытында айтылмай қалған біраз сыры бар екен ішінде. Түбі бір ажырасамыз деп ойлап жүр екен. Бұны естігенде ішімнің қалай күйгенін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Жан дүнием алай-дүлей болып, бүкіл ағзам өзіме де түсініксіз бір күйге түсті. Жансызданғандай ма, ысығандай ма, әлде суылдап суғандай ма? Ешқашан одан мұндай сөз естемін деп ойламаған едім. Бойыма жиналған ашу-ызамды ақтарып салғым келді де, мас қой деп өзімді әрең бастым. Сосын даусымның дірілін басуға тырысып, ажырасатын болсаң, қазір-ақ ажырасайық. Мен сені қинап ұстап отырған жоқпын ғой дедім. Жоқ, қазір болмайды. Өзінің уақыты келеді. Бір нәрсені күтіп жүрмін. Мен сенен бір себеп табамын. Сол кезде ажырасамыз дейді. Ақыры ажырасатын болсаң, бір-біріміздің уақытымызды алып қайтеміз. Қазір-ақ кет. Анаңнан ұялсаң, мен қайтайын оларға, дедім тағы. Жоқ. Алдындағы айтқандан қайтпайды. Мас адам шынын айтады дейді ғой. Енді маған бәрі түсінікті болды. Бізді енемнің таныстырғаны рас. Менің ата-анам қалада, оның ата-анасы ауылда тұрғанымен жақсы араласатын. Үйге жиі келетін. Кейін мамасы маған сені келін қылып алам деп айта бастады. Ақыры баласымен таныстырудың да сәті түсіп, бір-бірімізді ұнаттық. Содан үлкендер тойға қамданып, бізді үйлендіріп те жіберген болатын. Мен бір-бірімізді ұнаттық, жақсы көрдік деп жүрсем, сонда ол тек қана анасының айтқаны үшін ғана үйленген болды ғой. Алғашқы бір жылымыз жап-жақсы өтті. Мен оның көңілінен шығуға, жақсы әйел болуға барынша тырыстым. Бірақ бойыма бала бітпей-ақ қойды. Барлығы сәбиді қатты күткен еді. Тексерілдім, емделдім, оқытылдым. Қай маманға барсам да, жатырың әлі дайын емес, уақыты келгенде көтересің деумен болды. Содан бір Аллаға сеніп тапсырдық. Осылай 2-ші жылымыз да сырғып өтті. 3-ші жыл дегенде барып жүкті болғанымды білдім. Төбеміз көкке жеткендей болып қуанып жүргенімізде түсік тастадым. Қайта емделіп, қайта әрекет жасадым. Алдымен бір Алланың, одан кейін дәрігерлердің арқасында 4-ші жыл дегенде 2-ші рет аяғым ауырады. Қазір шүкір, баламыз 2 жастан асты. Осы баламнан кейін тағы да 2 рет көтердім. Бірі түсік болса, екіншісінің жүрегі соқпай қалған деп алып тастады. Осы уақыт аралығында қаншама қиындықты бастан кешірдік. Шаранамнан айырылу, қаржы жетіспеушілігі, басқа да жас отбасыларға тән қиыншылықтар. Бірақ менің жаныма қатты батқан ең үлкен қиындығымыз күйеуімнің қыз құмарлығы еді. Осы жылдар ішінде мен оның қыздармен сөйлесіп жүргенін 4 рет ұстап алдым. Білмей қалғаным қанша екенін айта алмаймын. Айлығын көрсетпейді, банкоматтан шешеді. Керек уақытта керек ақшасын ғана шығарып алады. Карточкасын менің қолыма ұстатқанда емес. Кейде азық-түліктен айтқанда әкеліп береді, кейде ақшам жоқ дейді. Жұмыстан соң кешкісін такси боламын деп шығып кетіп, түннің бір уағында оралады. Бірақ адам жоқ деп арзымайтын ақшамен келеді. Мұның бәріне мән бермес пе едім. Бір күні 2-ші телефонын тауып алдым. Ашып қарасам, ішінде қыздардың нөмірлері, әлеуметтік желілер, онда да қыздарға жазған хаттары. 2-ші телефоны болғаны сияқты, отбасылық өмірден бөлек 2-ші өмір сүріп жүргенін түсіндім. Онымен де, қыздармен де сөйлестім. Жай сөйлесуде ұрыста болды. Алғашқысында енді қоямын деп уәде берген соң ешкімге айтпадым. Арамызда қалды. Бірақ бұл жағдай тағы да қайталанды.
Бұл жолы мен ашуға берілдім. Өткен жолғыдан қаттырақ ренжістік. Ажырасамын деп төркініме кетіп қалдым. Ол қайта кешірім сұрап келгенде кешіріп қайтып бардым. Үшінші ретте оның да өзімнің де әке-шешеме айттым. Не керек, бәрі болды. Тіпті бір жолы ол мені тексерме, артымнан аңдыма, өзің ауру боласың деді түйеден түскендей. Қалай аңдымаймын? Қыздармен көңіл көтеріп жүрген шығар деп үйде жата берейін бе? Баламды құшақтап, бұрын енді қайталамаймын дейтін еді. Қазір ондай сөзді де естімеймін. Жақында тағы бірі болды сондай жағдайдың. Такси болып жүргенімде мінген, жай ғана сөйлесеміз дейді. Ол қызға да қоңырау шалдым. Такси болғаны рас екен. Бірақ өтірігі де жоқ емес. Жай ғана кездесіп, сөйлесіп тұрамыз. Үй жаққа келіп тұрады. Кафеге бір-екі рет қана бардық. Мен әйелі бар екенін білмедім. Ол маған әйелім тумады. Сосын ажырасып кеткенбіз деп айтқан дейді. Бөтен ойы болмаған еркек таксиге отырған қыздың нөмірін жазып алып, осылай өтірік айта ма? Өзім жаңадан көтердім деп жүрген едім. Осыны уайымдаймын деп тағы да айырылып қалдым. Ауырып больницаға түскенімде ішімдегі баланың жүрегі тоқтап қалғанын айтты. Абортпен алдырдым. Ал күйеуім маған алаңдамайтыны соншалық, ауруханаға түскенімді білмейді де. Қайынәпкем қай ауруханада жатқанымды сұрайын деп қоңырау шалған екен. Ол больницада жатыр ма не деп жауап беріпті. Осының бәрінен кейін күйесің бе, күймейсің бе? Ажырасып кетсем деген ой менде де болды талай. Бірақ әр жолы бір жағы әке-шешелерімізден, екінші жағынан ағайын туыстан, таныс-білістен ұяламын. Оны жақсы көретінім де бар. Басқа әйелмен бас қосатынын ойласам қимаймын. Әйелсіз жағдайының жасалмай әбіржіп жүрген елестетсем жаным ашып кетеді. Осындай ойлардан кейін ажырасу дегенді ойымнан шығаруға тырысатынмын. Мұның бәрі маған оңай тиген жоқ. Мен мұндай өмірді қалағаным да жоқ. Менен де қате кеткен жерлер болған шығар. Бірақ мен оның көзіме шөп салған қанша рет кешірдім ғой. Менің де кемшіліктерімді кешіріп, ұмытқан түр көрсетуге болатын шығар. Жоқ, ол бәрібір ажырасамын сенен дейді. Бәріне көніп, шыдап жүргенімнің ақысына ең соңында ол маған бостандық бермекші екен ғой. Өзінің уақыты келеді. Бір нәрсені күтіп жүрмін деді ғой. Бұл сөзде осыған дейін мен түсінбей келген кей қылықтарын түсіндіріп берді. Ол менен үнемі негізсіз күдіктеніп жүреді. Телефонымды тексеріп, жұмыстан келгенде айналасына қарап, үйге кім келді деп сұрап келеді. Бөтен нөмірлермен қоңырау шалып, танысайық дейді. Ол өзі екенін білемін. Үнемі тексеру үстінде жүремін әйтеуір. Өзі арам істерге барған соң, бәрін солай көретін шығар деп бұрындары мән бермеуге тырысатынмын. Енді қарасам, мына сөзіне қарағанда, шынымен де менің шалыс басқанымды күтіп жүр екен ғой. Сондағы мақсаты, менің қателігімнің кесірінен ажырасып, мені жаманатты қылып қаралап кетуме? Мас қой деп айтқан сөздерін ауырламауға қанша тырыссам да бұл оңай болмады. Негізінде мас адам ойындағысын шынын айтады дегенге сенетін едім. Сол түні көз ілмедім. Енді не істеймін? Алдағы күнім не болады? Таңертең бір-бірімізге қалай қараймыз? Осындай сөздерден кейін ол айтқан ажырасатын уақытымыз келгенше қалай бір төсекте жатамыз? Ал менше, оны күткені орындалып, ажырасатын уақытымыз жеткенше күтіп жүре беруім керек пе? Осыған дейінгі көрген қиыншылықтарымыздың бәрі зая кеткені ме? Баламыз не болмақ? Сұрақтарымның біріне де мардымды жауап таппадым. Сөйтіп жатып таңды атты. Азанда қарасам, күйеуім ештеңе болмағандай мені құшақтап жатыр. Ұйқысынан тұрған соң ептеп кешегі жайды сұрадым. Маған айтқандарын айтпадым әрине. Басқа болмашы нәрселерді сұрасам, есімде жоқ. Үйге қалай жеткенімді де білмеймін дейді. Кеше не болды өзі? Сенің мазаңды алған жоқпын ба? Деп менен сұрап тұр. Түншегі естігендерімді айтсам, олай деген жоқпын, деп басын алып қашайын деп тұрғаны түсінікті болды. Одан бері бірнеше күн өтті. Ол ештеңе болмағандай әйелінің рахатын көріп жайбарақат жүр. Ал менің сол баяғыдай сыртым бүтін болғанымен ішім түтін. Айтқандарын ұмыта алар емеспін. Ол мас болды. Не айтып не қойған білмейді ғой деп өзімді алдауға қанша талпынсам да, түпкі ойым оның барлық шынын айтқанын біліп тұр. Енді не істесем екен?
Ештеңе болмағанда жүре берейін десем, күндердің күнінде шынында да далада қалсам ше? Қанша жылымды арнаған опасыз күйеуім ақыры бір ілік тауып жарты жолда қалдырып кетсе ше? Осыған дейін біз ұрсып қалсақ, енем, құда-құдағилардан ұят болады, екеуіңді мен қосып едім ғой, менің атыма сөз келтірме деп ұстап келе жатыр екен екеумізді. Ол кісідер шаршап қолын бір сілтегенде біздің де туымыз құлайтыны белгілі болды ғой. Сол күнді күтуім керек пе? Әлде жаманатты болуды мен-ақ мойныма алып, олардан бұрын қолымды сілтеуім керек пе? Қанша ойласам да, осы екі жолдың қайсысының артық екенін анықтай алмадым. Мен сонда не істеуім керек?